Керемет. Сөйле, сен білесің қандай? Керемет. Жарайсың да. Тоқи, сен не білесің? Ойын алаңдарына барып, жұмыс жасаймыз. Қараңыздаршы, менің қолымда мальбек тастары бар. Ал екінші балалар, менің қолымда мозаика. Әртүрлі пішіндегі, соны тақтайшасына жазасыздар. Жазып, әртүрлі дыбыстарыңызды таңбалап орындарына қоясыздар. Ал екінші балалар, үшінші ойын алаңына барған балалар, менің қолымда арнайы сіздерге айнаға керемет матая. Осыда саусақ арқылы қолдың ұстап моторикасы дамиды. Осы саусақ арқылы біз өзімізді таныс әріптерімізді таңбалаймыз дыбыстарымызды. Ал енді келесі топ балалар, менің қолымда ақпарат берілген осы ақпараттардың бетінде қарандаштарды қойып, қараңыздар, мен осының келесі карандашпен мен былай сызамын, сол кезде елек сызықтар пайда болады, ал енді осы карандашты былай қойып сызсам, бұл кезде екінші сызықтар пайда болады. Осындай сызықтарды қазір біз ойын алаңдарында үйренетін боламыз. Алдымен партамызда отырып, қазір қолымызды дайындап, соған өз әрекетімізді әрі қарай жалғастырайық. Алдымен олай болса балалар, кітап сөресіне кітабымызды орналастырайық. Тамаша, Ғ дегенім ғарышкер дейді. Ал енді ат айта қойып тоқи. Ғарышкер деген сарғайды қашарша аталмайды. Және сен айта қойшы. Ая. Тамаша, алды жасалып балалығын. Не болды? Арпа. Буынға бөлейікші кәнеке. Неше буын бар екен? Жарайсың, тағы кім келеді? Әмина кел ғой. Буынға бөлші кәнеке тағасыдан. Жарайсың. Жаңа таңдадық, бастайық. Дәптер. Сіздер дауыссыз дыбыстан қандай түстен болатындығын ажырата аласыздар ма? Балалар. Апаймен дауысты дұрыс. Дауысты дұрыстан қызылмайды. Дұрыс па балалар? Балалар, керемет. Олаймыса енді бізде төртінші ұяшық қалып қойдық. Балалар, өзіміздің сүйікті кітабымыз не екен? Әліппе. Оқу құралдарын айтайықшы. Кәне ал. Мен, бастаймыз. Сырсықыз. Тамаша. Дұрыс. Ал енді келесі ойын балалар. Мен қолымда қарасашы арнайы
өзіне арнайы мінекей қалқашығы бар. Енді қай санға түседі, соны айтамыз. Неше? Қай сан? Кім айтады? 6. Ал жігер келе ғой. Қазір сен аса айтасың. 6. Қандай анау? Аю деген қоңыр болады. Оның сүйікті асы бау жейді. Айтып жүреді. Қалпан болып жүреді. Біз қолалар қолпан. Сосын қайда тіршілік етеді? Орманда жүреді. Бау жейді. Жарайды, керемет. Ал енді мен келесін тастайын бала. Есік, Әлихан келе ғой. Айтамын. Қоянның түсі аппақ. Суы болады түсі. Сүйікті асы. Сүйікті ас. Не жейді? Сәбіз жейді. Сәбіз жейді, сосын. Бұл ержүрек па? Ананы қашады. Қашады. Қорқақ па, қорқақ емес па? Қорқақ. Қорқақ екен, балалар? Ал балақайлар, енді мінекей біз бүгін қолды ойын арқылы жазуды меңгердік. Олай болса барлықтарыңызға да көп рахмет. Осымен бүгінгі іс-әрекетіміз өз мәресіне жетті.